Жалпы керек емес қой сигнал дегендерге, робот копи трейдинг деген оңай. Жалпы біреудің артында еріп жүретін нәрселерге мүлдем положиться етіп сен новичок кезде в особенности или новичок емес болсаң да керек емес. Вот я вам скажу, лучше өзің торговля істеп өзің ақша жоғалтқаның дұрыс, өзің бүкіл депозитін айырып қалған дұрыс. И ол қайда абзал да, чем біреудің сигналына копи трейдингіне кіріп ақша жоғалтқаннан қарағанда. Просто ол жерде сен жауапкершілікті арта саласың да оған. Соның кесірі, соның арқасында, соның кесірінен деген сияқты терминдердің барлығы кетіп қалады да, короче ше. Егер де мені тыңдасаң, көтіңді қыста, лучше өзің торговля істе, ручной. Любой уақытқа, өзің кез келген уақытқа. Сенде бүкіл уақыттың барлығы тұр. 3 секундтан бастап 4 сағатқа дейінгі уақыттың любойында сен аша берсең болады сделка. Просто вот сделай сам, сделай сам. Ты же, блядь, не айтпай ақ қояйын ол сөзді. Адамның аузын қышытпа. Лучше өзің торговля істе. Оның саған плюсын айтайын. Сен өсесің. Сен ащы урок аласың да. Ащы сабақ аласың. Сол ащы сабақтың арқасында сен жалпы олай жасамау керек екен. Қателік жасаған кезіңдегі әрекеттер олай қайтадан жасамау керек екен. И жалпы не істеуге болады, не істеуге болмайтын сен уже очевидно түсінесің да. Ал сен біреуге жауапкершілік арта салатын болсаң, сол робот деген сияқты нәрселерге сенетін болсаң, сен біреуге арта саласың. Ал сен өзіңмен өзің істейтін болсаң, өзің түсінесің өзің қателігіңді, өзің соны ұғасың и өзің уже өсесің, короче. Понимаешь? Так, бір минут бер. Вот. Сондықтан да фигней не страдаем, ребят. Білім алыңдар, үйреніңдер сапалы түрде. И уже трейдингтен өздерінің табыстарын тауып бастаңдар, короче. Қашанғы жүресің, созып болмайды олай. Так, бізде по поводу разгона $7062 бар шотымызда. $2000 істей береміз енді. Пока что біздің максимумымыз сол ғой, да? Максимальная сделкамыз. Так что көрейік. Осының өзінде бізде $1840 бір сделкадан тапсақ болады да, короче. Осы біз айтылған уақыттардың аралығында да. Так, бізде БХД есіне отасы парасы. Бұл жерде бізде қазір төмендеп ашуға болатын еді, но бірақ бізде баға нарықтағы ликвидность шешілгеннен кейін бағаны болжаудың теориясы бойынша астыңғы жақтағы ликвидностьпен жұмыс жасап қойған. Ол не екендігін білмесең, сен үшін тегін плейлист салып қойғанмын. Осы біздің каналға тіркеліп болғаннан кейін плейлисті деген жерге кіретін болсаң, FMFX обучениялар деген жерге кіретін болсаң, сол жерде бағаны болжаудың теориясы деген видеолар бар ғой, соны қарап шық жақсылап тұрып. Сол кезде түсінесің мен не айтып жатқанымды, короче. Так, бізде ситуация не очинская. Яқта бізде екі ликвидностьпен жұмыс жасалып жатыр в целом. Блин. Не уверен болып қалдық берді біз. Давайте бетек қысқа уақытта істеп көрейік торговля. Қарсы болмасаңдар. Давайте 15 секундқа қояйық. 15 секундтан біз 3 секундқа деп істейміз. И осы 15 секундтық таймфреймнің ББТ-сын аламыз, короче. Бағаны болжаудың теориясын қолданып, который бізде плейлистте тегін түсіндірілген ютубтағы. Соны қолданып, просто табыс табатын боламыз. Шотымыздың үстіне қазір. Төмендеп ашып жүруге болатын еді негізі. Но бізде манипуляция жоғары қарай болған жоқ. Яқта бізде имбаланстың диапазоны, бұл жерден бізде жоғары реакция алу керек баға. И келесі біздің целіміз жоғары жақтағында максимум болуы мүмкін. Опа. И все. По идее, бізде наяқтағы астыңғы жақтағы ликвидностьтің шешілгенін күте салу керек еді, но біз мына жақтағы енді лонговая зонада тұрғаннан кейін по-любому жоғары қарай кетеді деп біз аштық. И соның арқасында біз жоғары реакция алып, қазір біз шотымызға $1840 таза пайданы таптық. Ну, особо қиын ештеңке болған жоқ. Так что, четко. Cat GPI отысы. ЕВРГПП.
имбаланстың зонасында тұрмыз. Жоғарыға кет. Осы кезде төменді ашып қаламын, и все, болды. Все, қиын несі бар, айтшы, қиын несі бар. Уже $10,000 болды шотымыз біздің. Біз неде түсіндік та, что біз шартовая зонада тұрғанымызша, мына жақтағы біздің баға имбалансқа қарай келгеннен бастап мен түсіндім. Мына жақта тағы бізде имбаланс бар. И ровно сол имбаланстың бойынан біз қазір разворот алдық. Көрдің ғой? Басқа ештеңе қолданған жоқпын. Ауадан ештеңе алған жоқпын. Имбаланс, ордер блок, смарт мани, все. Қиын ештеңесі жоқ. Мына дейін бізде баға барды. И қайтадан өсіп кетті. Но біз өзіміздің прибылімізді алдық. Это главное. Қазір мен сен көзінше 2 сделканы $2,000 плюс жасап бердім да. Түсінбеймін, сен не күтіп жүргеніңді бар ғой. Так. Төменге қарай кетпейміз. Скорее всего, жоғары қарай кетеміз біз. Неге? Потому что бізде ББТ бойынша свип болып жабылдық, келесі сел наяқтағы қай. Вот, баға соны орындап тастады. Почти. Но қайтарам бізде сол ситуация. Цель наяқта. Ликвидность бізде әдейі қалдырып жатыр жоға жақта. Қарайық ситуацияларды көрейік. Бұл кіші таймфреймдердің бір минусы сол манипуляция өте көп қалыптасады да. Бағанағы біздің евро ГБП екен, евро USD. Мына жақта бізде қараңдар, специальный ликвидность қалыптасып жатыр, короче. Но егер де енді сендер опыттаны болатын болса, уже қайсысы манипуляция, қайсысы шын, қайсысы өтірік қозғалыс екенін бірден түсіне аласыңдар да, короче. И особо қатты проблема емес та ол. Осы кезде ашып жібересің, и все. Ой. Кішкене манипуляцияға түсіп қалдық. Но понятно было. Біз неге сүйендік бұл жерде? Астыңғы жақтағы ликвидностьтің, конечно, шешілгені, и біздің келестеріміз аяқтағы қайдың болғаны. Бірақ баға осы жақтағы ликвидность шеше алмады. Так, астың жақта шешу, үстің жақта шешкен жоқ. В целом жоғарыға деп ашсақ, по идее болады. Блин. Баса салуым керек еді. Хорошо. Сендерде үш-ақ не бар ғой? На продолжение, на разворот и в консолидацию. Оның өзінде сол жоғары или төмен болады. Байланысты консолидацияға. Снятие бар. Так, дайындаламыз. Төменге қарай кет, жоғары сделка ашып берем. И все, қара. Оп, оңай. Так, тағы да бір сделка ашу керек бізге. Не түсіндірейін бұл жерде, не түсіндірейін. Бізде ликвидность шешіп жабылдық. Негізі разворот болуымыз керек еді, бірақ бізде в целом астың жақта имбаланс болмады. Заодно біздің свечамыздың түсі жасыл, и это означает бізде жоғары қарай өсу керек баға. Высоковероятно, потому что астық жақта ештеңке жоқ бізде бағаны төменге қарай шақыратын. Понимаешь? Осының өзінде бізде бағаны аяқтағы ликвидностьпен жұмыс жасамаған, но общий бізде аяқтағы реджекшн блоктың ішінде тұрмыз. Лонговая зонада. Понимаешь? Вот. И баға бізде жоғары қарай кетіп жабылғаннан кейін төменге қарай келіп агрессивный аяқтағы ликвидность шешіп кетті. Бұл бізде ескертіп қойған 15 секундтық таймфрейм. Барлық таймфреймде бірдей жұмыс жасайды, бірақ иногда үлкен таймфреймдерде манипуляция аздау, кішілерде көптеу болады. Ойлана білу керек та торговля істеген кезде ше миды қосып. Бұл жерде енді ештеңе істемеу керек. Потому что разрывпен ашылдық біз. Так, дайындалайық. Жоқ, ештеңе істемеу керек. Потому что манипуляция жоқ.
манипуляция бар и все. Көрдің ғой, қиын ештеңкесі жоқ. Так, жалпы көп нәрсені сендер әлі білмейсіңдер ше, бала шаға. Көп нәрсені түсінбейсіңдер, көп нәрсені үйренулерің керексіңдер. Сендер әлі базалық нәрсені де білмейсіңдер да. Дело в этом. Базалық нәрсені білмеген адам ол продвинутый нәрсені де білмейді да, короче. Артта қалып барасыңдар, барлықтарың бар ғой. Артта қалу ол өте жаман сезім, және де ол жаман сезім болғанда справедливо. Понимаете? Өсу керек, даму керек, алдыға қарай қозғалу керек, жылжу керек, короче. Қашанғы жүресіңдер. Болмайды ғой олай. Қазірден бастап, бүгіннен бастап әрекетін жасасай. Именно тегін тұрған нәрсені оқымағаннан кейін адамды қалай түсінесің енді. Қара, плейлисті деген жерде сен үшін тегін мына FMFX обучениялар дегенді ашып қойғам, короче. Поэтапно, по порядку, короче. Не керек саған, не түсінуің керек, соның барлығын, короче, түсіріп тастағанмын ше. Енді сенің опытың кәдімгідей нөл болатын болса, ештеңке трейдинг бойынша түсінбейтін болсаң, осының барлығын бастан аяқ мына қарап, осылай по порядку қарап шығатын болсаң, сен уже базалық ақпаратты білесің. Мен қазір қолданып жатқан нәрсенің барлығын осы жақтағы плейлист ішінен алғам да. Ауданаған жоқ, осы жердегі түсіндірген нәрседен алғам, короче. Осының барлығын үйренгеннен кейін уже сен плюс-минус рынокта шарит ететін боласың, короче. Қай жерде не ашу керек, мен нені қай жерде не үшін істеп жатқанымды сен түсінетін боласың да уже ше, понимаешь? Или не понимаешь? Шаршайды екенсің негізі, айтып та. Ничего страшного. Жайлап өйстіп адам боласың. Бүгіндікке бізде $12,240 болды шотымыз. 5 сделкадан бізде 80% win rate и бізде $5,360 таза пайда. Бүгінгі разгоннан біз тапқан екенбіз, короче. $2,000 мен сделка ашып торговля істеу арқылы $5,000 тапқанбыз, короче. $5,000 ойланшы өзің. Теңгемен қанша болатынын айтпай ақ қояйын даже. Біздің осы видеоның атында тұр ғой. Теңгемен қанша тапқаным ше. Осының барлығы біздің не бәрі қараш қазір 12 минуттың ішінде трейдингтің арқасында істеп тұрмын, короче. Неге осылай істеуге сен тоже асықпасқа? Неге барлығын жыртып ештеңкеге қарамай осылай істеуге тырыспасқа? Бұдан да көп табуға болады. Если постараться, конечно же. Білмеймін енді, көресің ғой енді өзің. Ары қарай өскің келетін болса, трейдинг саласында жалпы тиімді бастағың келетін болса, жеке менің өзіммен байланысқа шығып, менің өзімнен консультация алып, кем-кетіктеріңді, қателіктеріңді түзегің келетін болса, наставление алғың келетін болса, онда біздің командаға қосылсаң болады. Ол абсолютно тегін. Толық ақпаратты төменнен алатын боласың плейлисттен. Давай, хабардамыз.